менің орындықтарым мына ортасы міне шеті осындай болып кеткен, көрдіңіздер ме? Мынау уже реставрацияға қайта жасауға келмейді. Так, әлі бастаған жоқпыз. Бүгіндікке. Бүгін қазір получается, машину соберем, содан кейін көреміз. Мен ласточкам ойда. Жемчужина ойда мен. Страшно вас деген көлігім қайда мен. Короче, сенікі өте үлкен хирургический вмешательство болды дейді ғой. Менің машинам жоқ, прикиньте. Ал, ассалаумағалейкум, қазірет гараж көрермендері. Бүгін осындай қуанышты көңіл күйде біз көлігімізді детейлингқа алып барғалы жатырмыз. Дисктарымыз дерзкі болып тұр, машинамыз в целом дерзкі болып тұр. Тек қана енді салонын жасау керек болып тұр ғой. Кілт қайда ерат, кілт алмадық па не? Мен алмаппын. Сумка қайда? Сумкада екен кет. Жүгір бар кілт ақ берейін бе? Үйге аппаратымен жалпын Ана ашамаймыз ғой. Ашамаймыз ғой? Ана екісі ашпайсың ба? Кодпен ашсайын ба? Кодпен ашуға болады, осындай кезде жақсы. Қанандар. Мына бүгін мына салонды көрдіңіздер ғой, салонды. Мынандай ғой мен салон. Мына сызықтары бар. Минустар бір шамадан бәрі химчисткаға, тазылығынан бәрі кір. Неде сырлағаны бар екен. Мына жерде бар скотч жабысқаны. Мені осындай нәрсенің барлығын бүгін... Тұра берсін ба? Ау? Ала салонында. Бәрін бутылка, ішінде ештеңке қалмау керек Ернат. Ал сіздер бізбен бірге болыңыздар. Бұйырса автоэстетикада көріскенше. Бірер сәтте білмеймін, біз құдай қаласа жұмыстардың барлығын бастаймыз. Бүгін не жасалады десеңіздер, автоэстетиканың маманынан сұрайық, қазір бізге барлығын толыққанды айтып беретін болады. Олардың айтуынша салон ешқашан болмаған зауыттағы кейпіне қайта келеді деп жатыр. Ну, для начала сделаем химчистку, грамотную химчистку. Почистим салон, потом, когда вся грязь уйдет, будет видно, где потертости, где нужно куски какие-то заменить, где надо перетянуть, где надо отреставрировать. И все это грамотно, как положено, сделаем. Потом бірінші химчисткадан бастаймыз. Толыққанды, полный химчистка жасаймыз, потом кірдің бәрі кеткен кезде, содан кейін полноценный өзінің нағыз цветі, заводской цветі бәрі шығады, сол кезде көреміз. Қай жерде қандай косяктар бар, соның бәрін устраивать етеміз. В общем, салон будет идеально. Дерзкі болады. Қазір салонға кіріп, қандай кассеттің минустарын қазір айтып бере аласыз? Руль. Бірінші кезекте руль. Да, бірінші кезекте руль, он родной, но он уже плохо, совсем плохо. Рульді перетянем. Сиденье кір қазір көрінбей тұр. Но мынандай серьезный косяктар енді көрініп тұр, оны по-любому устранять етеміз. Ана жерде сырлап царапинасы бар. Царапиналар бар. Мына кірлердің бәрі химчисткадан кететін шығар, да? Кірдің бәрі максимально кететін бәрі кетеді. Ну, көреміз, после химчистки потом все будет видно. Қандай моменттерді бояу керек, қандай моменттерді тігу керек. Это уже в процессе все покажет. Ішін маған барынша жинап кетсек, мынандай иш шығаратындар шашылып отыр ғой. Сосын ана жердегі капотында кішкентай вмятина бар, соны да кетіреміз дедіңіздер, да? Да, на кузове есть, да, вмятинки небольшие. Но это все уберется, это без покраса ПДРом уберется все. ПДРмен, да? И по кузову көреміз, если где-то желательно вообще полировать машину. Ага. Трехслойная полировка. Трехфазная полировка. Жылтыратып, да? Да, и этот цвет жемчужный, по идее, будет очень красиво смотреться после полировки. Ага. Все, ендеше қазір қорықпай осы жаққа кілтімізді тапсырамыз, автоэстетика детейлингі. Мен детейлинг таңдаған кезде негізі аса қатты жауапкершілікпен таңдадым. Себебі бұған дейін біз Lexus жасатқанбыз, алдында келген кезде Lexus'ты. Одан кейін Camaro'да кішкене нелер болды рулінде. Сол үшін бұл жақ тексерілген болғандықтан автоэстетикаға қорықпай, мен Ахметтерге смело тастадым. Мынандай 300-калар кеше ғана конвейерден шыққан 300-калар тастап отқанда маған не тұрады дейсің ғой. Сол үшін құдай қаласа барлық процесті сіздерге көрсететін боламыз. Детально барлық кішкентай болса да мелочтардың барлығын көрсетіп, қалай жасалып жатқанын, қалай алынып жатқанын, қалай тазаланып жатқанын, және де соңғы кейпіне қалай келгені бүгінгі шығарылымда автоэстетикада толық шығарылым болады, иә? Все, күтіңіздер деп экзибит ұқсап бір нәрсе. Ждите, ребята, ждите.
Аға, ассалаумалейкум. Аға, Космонавт көшесіне 5 теңге. Алыс қой. 4 теңге қылса? 4 теңге? Есебіңіз қызық екен, аға, кеттік. Отыр. Қайда келесің? Танымайтын шығарсыз аға сіз, аға. Нұрлан мен Мұрат деген бар еді ғой. Лейла. Солардың концертіне келіп жатқан ғой. Өзіңіз қайдамыз? Жұмыс қалай? Жұмыс сол. Сен сияқты қолмен тоқтатып тұрғандарды тасимын, адамда тасимын, етті тасимын, бәрін тасый беремін. Пирожки тасымайсың аға. Ақша болса болды ғой. Так. Аға, Байтұрсыновға дейін сіз ғой да? Қайдан келе жатсың? Ана 91 деген танисыз ба, танымайсыз ба? Солардың концерті болған ғой, содан келіп жатқам. Өзіңіз қайдан жүрсіз, жұмыс қалай? Жұмыс деген керемет. Индрайвердемін ғой қазір. Қалай екен индрайвер жұмысқа? Кайф па? Мен саған қысқасы в общем былай айтайын. Плюстары өте көп. Сервис ақысының арқасында көп ақша табуға болады. Еще сен баратын жеріңді, бағасын да өзің таңдайсың. Мәссаған. Сен жүргізуші ретінде сапар алдында баратын жеріңді көре аласың еще. Ё-мой, бәрі. Қысқасы, индрайвер жұмыс істеуге ең ыңғайлы. Кайф, еш. Кайф қой? Қазір детейлингке барып онда менде линкольн шыққаннан кейін осы индрайвердің қосымшасын жүктеп қояйын да. Жүріп кеттік онда. Бүгін біраз жұмыстар жасалып қою керек, химчистка жасалу керек болатын. Химчисткадан кейін барлығы бізге көрініп, біз ішінен таңдау керекпіз, не жасайтынымызды, не жасамайтынымызды. Автоэстетикаға келдім, ЖК Манхэттен, Прокофьевадағы. Қазір Құдай қаласа ішіне кіріп көреміз. Менің машинам қайда екен? Mercedes Camry, Lexus 507, RX бәрі. Толық іші разбор жасалып, қап-таза болып, фишкаларының барлығы алынып, стойкалардың бәрі алынып тұр. Қалай отыр, не қиындықтар отыр? Так, әлі бастаған жоқпыз. Бүгіндікке. Бүгін қазір получается, машину соберем, химчистку сделать, еще не доделали, машину соберем, содан кейін көреміз. Что почем. Қазір бірге бәріміз тамашалайық, қалай болатын. Мен орындығым бұл. Жасаңыздар қандай? Короче, Ресейде диск салоны істелген осындай Линкольн бар да, Аврамыч деген, мен драйвтан тапқан едім. И ол жақта мысалы менің рулімнің түсі мынау ғой, мынамен келеді да түсі. Бірақ салон менде мынандай бежевый. Өзір ғой мынандай ақшыл бежевый. Сол үшін мына рульді салонның цветімен ауыстырып тастасам қалай болады екен деген сұрақ тұр да менде. Салонның түсіне бежевый қылып ауыстырып тастасам. Қазір мен бар сұрайын қазір. Рустам деген автоэстетикада мастер осы. Перетяжка бойынша, барлығы бойынша. Қазір содан сұраймыз. Әреке, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Мынандай ағаш қылу қиын да, ағашы жоқ рульда. Трудно будет, да? Дерево сделать. Ну, ребята делают, тогда есть. Если кто делает, да? Из других машин вставляют или как? Нет, там у них своя технология, они вырезают свой резиновый там, накладки там. И ставят, да? Да, потом перещупывают. Блин, я вот такой руль хочу. Видели, да? Можно будет? Ну, я не знаю, кто у нас в городе это делает. В городе нету таких, да? То есть ағаш қойып беретін К де. сожалению, мы не делаем. Ну, вот такой цвет можно будет. Да, цвет хороший. Без проблем, да? Можно будет. Конечно. Қалай осындай цвет түс қыламыз да или что? Жиги, ақылдарың керек срочно. А этот кнопки тоже такого цвета или черными оставим? Ну, это уже на любителя, смотря как вам будет нравиться. У меня черные там стоят. У вас чёрный? Они что-то не будут вписываться, кажется. Давайте покрасим в цвет. Вот такого, да? Угу. Блин, я думаю, так красивее будет. Вы как думаете? На любителя, я же говорю, все на любителя. На любителя, Кому-то да? нравится такой цвет, кому-то нравится черный цвет. Все хорошо, удачи вам. Давайте, ага. Короче, енді біз шешу керекпіз, қалай қыламыз деп. Менің цветім ғой. Міне қазір Ахмет айтып отыр. Короче, мынаны болады дейді бояуға, иә? Да, по идее, мынаны полностью бағанағы сурет сияқты бежевый істеуге болады. Светлый рульді перетянем, на пластмастарды бояу жібереміз, айрбак бояу жібереміз, мына артындағы колонканың пластигін бәрін тоже один цвет бояу жібереміз и по идее әдемі болады. Бірақ мына значоктың астын бояу үшін надо будет айрбакты разбирать ету керек, ішінен ол запаянный. алып қайтадан паять етіп қайтадан салу керек. Бояп, қайтадан одан кейін жинау керек. Или можно сделать комбинацию. Можно вот этот цвет оставить таким, как
панельмен бірдей бір цвет қой. Ага. А руль өзін под цвет сидений, под цвет обшивок мынандай бежевый етіп жасауға болады. Тоже әдемі көрінеді. А что если бежевый қылып тастапшы, мынаны ғана мынаның ішін ғана осындай қоңырат қалдырсақ, типа логотип Болады, так тоже можно сделать. Алмайды ананы бәрін. Да, алмай жасауға болады ол кезде. Ну здесь видите, на вкус и цвет, как говорится, кому как нравится. Болады. Любой вариант болады сейчас. Короче, көрдіңдер ма, келсеңдер сендер андай клиенттің сұрауы бойынша ғой, нені қалайсыңдар, соның барлығын жасай береді ғой, короче, да? Да? Смело дейді. Да, любые идеи можем воплотить. Мына жағында бізде майысқан жері бар еді ғой, мен мен тұрам. Сіздерге көрініп тұр ма білмеймін. Цветтері жаман көрінеді. Мынаны заказ беріп қойдым Америкадан. Құдай қаласа келеді новый. Көрдіңдер ме? Көрініп тұр ма? Майысқан жері. Ну прям мына жері. Осыны қазір ПДРмен түзелейтін боламыз. Магнит алды ма? Как? Магнит да? Мынау короче темір емес сияқты. Бізде мынау көрініп тұр ма, майысқан жері. Магнит емес сияқты. Алюминий. Магнит, да? Алюминий. Или не алюминий, даже что-то другое может. Пластмасса даже. Пластмасса. Лампу поставимыз. Қазір лампа қоямыз, лампамен прям лампада көрінеді қаншалықты майысқанша. И соны жасаймыз, Құдай қаласа идеал боламыз. Моторда жуған жоқпыз, бүгін кешке жуамыз. Моторды жуғаннан кейін бұл жақтан майысқанын істеп алғаннан кейін жауып тастаймыз вообще. Дерзко болып жатыр, Құдай қаласа. Салон күтіп жатырмыз тоже. Жоғарыға төменге жылжып кетпес үшін мынандай упор қояды екен да, өзі регулировать етеді. И мынандай стяжкамен тартып тастайды екен. Жоғарыға төменге үстіге қимылдамайды да сол кезде. И қазір лампаны жағамыз, и дерзко көреміз. Мына лампадан кәдімгідей көрінді ғой уже. Да, прям видно да, все да, міне қараңыздар. Міне. Значит, темір емес екен, қалай болады екен бұл да? Она легче будет, чем железо, или наоборот труднее будет? Наоборот, тяжелее. Тяжелее будет, да, алюминий? Намного тяжелее. Но алюминий қиынырақ болады екен. Темір болса оңай болады екен. Сосын кез келген осындай вмятина болса боямай түзелеп алуға болады. Мына қараңыздар, 10 минут и уже вмятина жоқ қой почти. Мына жерде кішкентай ғана біреу қалды, оны қазір кетіріп тастаймыз. А так уже жоқ қараңыздар, светтің астын көрді ма? Базар жоқ, брат. Автоэстетика, да? Руль кайф болады, кайф. Болды ғой, мынаны қарасаңыздар, шамалы. Снеп тегіз, шамалы шіркін. Үстіп тек жағымды жаңалықтармен бөлісіп, жақсы нәрселерді көрсете бергенге не жетсін да, кайф болып жатыр деп ше. Тезірек енді мә салонды бітірсек екен. Все, бітті, мына окончательно бітіп жатыр уже іздеп таппайсың ғой нені. Майысқан жерлерде вмятина жоқ, тез болды. Блин, рульді не істейміз, соны шеше алмай жатырмын, ё-моё. Мына жерге Құдай қаласа қара не жақсы тұрады, арака. Рульді не істейміз, бояймыз да, боямаймыз да. Блин, ағаш болғанда үстінде вообще дерзко болатын еді. Короче, ағайын, сіздер үшін не істейміз айтыңыздаршы. Міне түнделетіп болса да детейлингке келдім. Себебі барлық процессті өздеріңіздің көздеріңізбен көрсін деп мен өзім түсіруге және жаныма видеолықтарды алып келдім. Дәл қазіргі сәтте мені химчистканың мастері Оксана жұмыс жасап жатыр. Ага, сейчас двери делаете, да? Да. А какие сложности были или что-нибудь было специфическое? Расскажите нам. Қазақша түсінбейді, сол үшін осы сұрақ қойып жатырмын. Сложности разные, машины разные, кожа разная, пластик разный. Ага. Какие-то машины чистятся легко, какие-то берут в себя грязь и не хотят ее отдавать. То есть для этого нужно дополнительные усилия, чтобы ее... Есть свежие машины, которые просто хотят почистить, то есть они не грязные, просто освежаются. А есть те машины, которые давно не чистили, поры забиты, ну как вот здесь, допустим, сильно забиты поры. Как бы немножко сложно это будет очистить, но очистить возможно. Возможно. С двери начинаем, да? Да, сейчас начинаем. А потом с поочередность дверей. какая? Так, получается, мы чистим сначала двери, проемы, прочищаем хорошенько. Почему мы делаем в первую очередь двери и проемы? То есть, когда чистишь проемы, прочищаешь в первую очередь проемы, потом
проще чистить потолок. То есть мы проемы сейчас прочищаем, и потолок мы в легкую чистим, нам ничего не мешает. Если же мы почистим потолок, а потом будем прочищать проемы, то та грязь, которая на резинках есть, недочищенная, она будет на чистый потолок попадать. Ага. Поэтому нужно сначала сделать резинки, прочистить, а потом уже чистить потолок. То есть тогда уже ты идешь по прямой, тебе ничего не мешает. Все, хорошо. Результат идеальный будет, да? А результат будет хороший. То есть машина максимально вычищается. Тап-таза болады. Барлығы. Она будет в цвете, который из завода выходила, да? Да, цвет будет такой. Полностью проходим все швы и щели кисточкой. Если нужно, если кисточка не помогает, то потом повторно еще проходится мелкой щеткой. А вот эта вода, она не мешает электрике там или что? Она не мешает. Здесь, получается, я не мочу. Я иду по краям, пена стоит, она не текет. Поэтому наши зрители вообще не могут, ну, не должны бояться, Пена да, от стоит, того, да? видите, она не бежит. Ага. Получается, грязь расквашивается в то же время. Всё откисает немножко. А то в первую очередь клиентов волнует это, ну, они боятся. Я лично сам боялся от этого. Потому что вода будет попадать или Вода еще не что-то. попадает. Электрику мы чистим вот таким образом. Слушай, қорқпайсыздар вообще. Ага. Не мочим ее, ничего. Вот щеточка, немножко пены, пена немножко с тряпки уходит. И то есть практически на сухую прочищается. Вот таким образом. Без воды получается. Практически на сухую. Легкая пенка здесь немножко есть, потому что там грязь есть, ее же убрать все равно нужно. Ага. Она прочищается, потом протирается тряпочкой и только потом продувается воздухом. Грязь как выходит, видите? Көлігім рахаттанып жатыр ғой, міне осыдан кейін дәл қазір әдемі көңіліңіздеріңіздің прям құлақтарыңыздың құрышын қандыратын музыкамен рахаттанып ары қарай көрсетуге тырысамын. Кеттік. Автоэстетикаға болды. Таң азанмен хабарласты маған. Реставрацияның барлығы бітті. Реставрация деппін ғой, аумин. Химчистканың разбордың бәрі бітті. Енді кожаның реставрациясы басталды деп. Сол үшін асығып қазір кіріп келе жатырмын. Автоэстетикаға өз көзіммен көріп, сіздерге толыққанды көрсеткім келіп жатыр. Реставрация қалай отқан, кожасын не істейтінімізді, рульді қалайнан қандайға бояйтынымызды бүгін қазір міне шешіледі. Мынаны полировать етіп жатыр екен. Мыналарды білмеймін не істеп жатқан. Мен ласточкам ойда. Жемчужина майда мен. Ё-май. Мен машинам жоқ, прикиньте. Көлігім қайда мен? Қызық екен, келесі көлігім жоқ. И біреу айдап кеткен дейсің. Ё-май. Прикиньте, көлігім жоқ. Айтады, Кирилл машинада. Астында деді ғой, ё-май. Қорқып кеткенсің ғой, қызық еді. Біз бірге көреміз. Мынау эстетиканың асты. Көрдіңіз ме, қандай үлкен қаншама машиналар мына жақта. И міне мен жемчужинам тұр ғой мына жақта. Құдайым ау, көлігім ау. Йо, руль жоқ, прикиньте. Көлігімде руль жоқ. Дым жоқ. Ішінен тап-таза иіс аңқып тұр ғой шіркін. Құдайым ау. Кеттік, Ахметті табайық. Ассаламу алейкум. Смотрите, нам, человеку здесь, по идее, машина нужна надолго для собственного эксплуатирования. Поэтому, наверное, мы цвет руля менять не будем, потому что краска, которая мы покрасим, пластик, она все равно не долговечная, ну, не такая долговечная, как хотелось бы, да, все равно где-то какие-то механические повреждения, что-то, и будет из-под него вылазить, да, вот этот родной цвет, темный. То есть, грубо говоря, из светлого, из-под светлого будут потом темные точки, коцинки, да, вылазить, вот, выглядывать будут. Это будет некрасиво смотреться. Оптимальное решение это сделать фронтон цвет заводской. Түсініңіздер ғой, тобықтай сиын. Қалай?
толықтай сөзім, толықтай түйінім. В общем, все, шешілді, короче. Арман қиялды қоя тұр, өзіңкін қалдыр деп отыр ғой. Әйтпесе, қазір боятып, кішкене ғана әдем болып, там жүресің дейді. Сосын там қанша сколько продержится? Максимум 1 жыл ғой, 1 жылдан кейін уже салам алейкум болады, иә. Оның цветі түсі бәрі кетті. 1 жылдан кейін уже бежевый қайтадан осындай түс болып кетеді, сол үшін лучше өзінің түсіне дейді. Сол үшін рульді өзінің түсінде қалдырамыз деген шешімге келіп қалдыратын болдық. Міне мына жақта уже цехта реставрация басталып кеткен орындықтардың қараңыздар. Мынау менің орындықтарым, мынау ортасы, міне шеті осындай болып кеткен, көрдіңіздер ме? Мынау уже реставрацияға қайта жасауға келмейді. Бұны тек қана қайта тігу қажет. Да, перешивать нужно, да? А мына орындықта бәрі әдемі, міне. Мына шеттерде әдемі, мына шеттерде бұны тек қана бетін подкрасить етеді, болды. Мына жақта рульдің процесі жалғасуда. Мына қазір мына жақтарға краска бір нәрсе тиіп кетпесін деп барлығын скотчпен жауып жатыр. Шетін мына бүкіл кожаларын алып тастады уже. Мына кожаларым осындай болып кеткен екен. Мына дәл қазіргі сәтте біз кожасын таңдайын деп жатырмыз. Кожаның қазір ерекшеліктері туралы айтып беретін болады бізге. Это итальянская кожа. Итальянская кожа, вот это, да? А вот это? Это две одинаковые. Две одинаковые итальянские кожи. Это вот российская эко-кожа. Вот тоже такая более подходящая, тоже очень хороший вариант. Российская эко-кожа, Да, прочная, Ага. вода и жароустойкая. Вода и жароустойкая, да? Да, то есть Она солнце, максимально подходящая, да? да, солнце, вода, поэтому не страшно. А вот эти не подходят? Но это можно сделать, конечно, это натуральная кожа, тоже срок службы у них хороший. И на ощупь как приятная. Приятная, да? Блин, одан кейін уже чехол тақпаймыз. Не будем ничего скрывать, да? Это уже скрывать. Так, қайсын таңдаймыз, жігіттер? Мына итальяндық нағыз кожа. Мынау наппа деді. Мынау орыстардың эко кожасы екен, да? Білмеймін, қазір не шешеміз, соны сіздерге қорытындысында көрсететін боламыз, айтатын боламыз да. A few moments later. Натуральный кожасы дейтін болдық. Өйткені натуральный кожасы мықты келіп тұр, Келіп тұр, да, именно на руль очень хорошо подходит. Еще плюс, если даже он сотрется, со временем можно его покрасить, сделать реставрацию. А эко-кожу мы уже не сможете отреставрировать. Эко-кожа ұзағыраққа жетуі мүмкін дейді, бірақ оны реставрация жасай алмайсың. Сосын мына жерде күннен андай түсі кете бастайды деді, да? Мынаның түсі кетпейді кожа, бірақтан бұл 1 жылдан кейін тоже беті кете бастаса, зато реставрация жасай саласың дейді, перетягивать етіп жүрмейсің дейді. Все, рахмет үлкен, іске сәт, құдай қаласа. Наппа кожа деп мақтанатын боламын. Мына орындық нәтижесіне қорытындысына келіп жатыр. Да, в данный момент мы наносим защитное покрытие, произвели реставрацию, нанесли защитный грунт, нанесли краску, вот наносим защитное покрытие для того, чтобы сиденья эксплуатировались долго и краска не стиралась. Защитный лак тебе поколай ғой. Лак сияқты, иә? Иә, защитный лак. Бірақ зауыт болды, серьезно кәдімгі. Орындық прям зауыттан шыққандай болды. Бепті. Ассалаумағалейкум. Қалжырларың қалай? Короче, түнмен маған болмай, тісім ауырып. Айдос деген бауырым бұрын саған без очереди жазылған, 10-да жұмысқа қосылады. 10-ға дейін жазып қойды. Соған келе жатырмын. Еще бүгін машина алып кететін күн ғой. Сол үшін машина алып кететін кезде не важно аз сөйлеп жатсам, мән бермеңдер, короче. Ол осы жерлер mesela. Жақсы. Рахмет екен. Таксимен сызынып қалады. Қазір түсінді емдейді, короче, Айдос. Емдемейді, жұлады точнее. Жұлғаннан кейін қалай болады екен, ол негізі ауыратын еді ғой, қалай дальше видеоны қалай түсіремін, бәрі короче содан зависит еді ғой. Келдім уже. Бүгін машинаны алып кететін күн деймін да, егер қазір аузым түсіп сөйлемей жатсам, міне. Егер дерзко болып сөйлеп жүрсем, тоже міне. 2 hours later. Страшно болды жеге. Короче, сенікі өте үлкен хирургический вмешательство болды дейді ғой. 3 күн бойы ауырады деді, одан қорықпа деді. Аузыңды вообще шайма деді. Антибиотик деден де бермейді екен негізі. В общем, сыздап ауырады деді ғой, өйткені ойлашы деді, біреудің жағынан бұрып жасам, мысалы ісіп ауырып жүреді ғой деді, сол сияқты ғой деді, но сенде хирургический вмешательство болды и ауырады деді. Именно машинаны алып кететін кезде осындай отқан қараңдаршы, ё-мое, ничего, өмір ғой.
решетканы алып келе жатырмын. Короче, түнделетіп, менің заказым келді, яғни Линкольнға решетка. Сол решетканы қазір көруге бара жатырмын. Маған салып жіберді уже. Ассалаумалейкум. Сурьер ма? Не қоя. О. Тынтанс ба? Ютубтан не жүргейсің? Видео ба? Өзіңді көргің келе ма ютубтан? Сөйлемейді. Короче, міне Джиги келді. Решеткаң кінау кір болып тұр просто. Ата кеш жерінде хромы шықпаған. Не машина? Линкольн ғой, Том Харди. Американский. Мына жігіт алып келді. Есім кім? Марат. Марат Красавчик деп айтып жазып қойыңдар астына комментарийге. От души. Стойкаларым жаман болып кеткен ғой. Қараңыздаршы түрін. Соны істеп берейін деп жатыр мына Дима. Так, сейчас мы сначала подготовим, обезжирим всю поверхность, чтобы потом в дальнейшем эксплуатации не было никаких проблем. Ну и заклеим, будут как новенькие. После того, как подготовили стойку, еще раз контрольно примеряем пленочку. Пленка с большими запасами для того, чтобы все грамотно завернуть и подвернуть, чтобы ничего нигде не отклеилось, ничего нигде не поднялось, смотрелось все очень хорошо. И аккуратными движениями наносим пленочку. На данный момент мы можем посмотреть даже разницу в аорте между стойками. То есть вот эта стоечка у нас будет как новая, и в эксплуатации никаких абсолютно проблем у нас не будет. А потом можно будет убрать и заново поставить. Алып целом в любой момент. Кейін хром накладкаларым Америкадан келсе, соларды қоятын боламыз. Все, обрезали заворотом, то есть оставили на заворот пленочку, то есть вот, чтобы даже вот этот торец у нас был весь проклеенный, то есть чтобы, как говорится, не знающий человек, он даже не понял, что это пленка, что это чем-то сделано, потому что если красить эти стойки, ну, по времени большие затраты и может не получиться результат такой, какой ожидается. Пленку в любой момент можно снять, это намного проще и намного удобнее в эксплуатации. Міне айырмашылықты көрдіңіздер ғой, жер мен көк тигендей. Былай қарап тұрсаңыздар, ұзақ емес процедура жасап береді, келсеңіздер. Автоэстетикада міне дерзкий жасап береді. Хотя менікі мынаның өзі нормально көрініп жүрген көзге, бірақ айырмашылықты қараңыздаршы қандай. Жаңа мен ескі по-любому көрінеді ғой, да? По-любому, да? Вот можете обратить внимание, все как под заводской, все заворот везде. То есть не знающий человек, он никогда не поймет, что это пленка. То есть, он подумает, что стойки такие. Да, подумает, что стойки такие заводские. Все, міне бітірді мынаны дерзкий қараңыздар. Бір екі шақтан артқа қарасаңыздар вообще дерзкий. Мама мия, бомбардия, кирпичи. Мына решетканы ауыстырып тастайық деп капотымды ашпасам, капоттың ішін қарасаңыздар сіздер. Мына тазалықты қарасаңыздар. Зауыттан шыққан кезде бұл бұндай боламын деп ойламаған шығар. Тек қана жумаған, үстінен бір нәрселер жаққан ғой, яғни мен пластигін мынандай қап-қара емес едім. Моторым сор, бүкіл наклейкалары бетіне шығып. Аптекадан бахилы алдым. Болды, короче, машинама кірген адамдардың бәрі бахилымен отырады. Кіріп баратқан кезде, есік ашқан кезде айтамын, мә бахила кей деп. Зато еще тап-тыз болып тұрады. Қашанғы қайта сонша ақша құртып істете беремін чисткан. Ана полик салғанша ғой пока. Міне бүгін 8-ді поликтарымызды саламыз. Бағордаға келдім. Уже дайын болды. Қазір барамыз. Еваларды лақтырып жіберіп, кеше уақытша берген. Сөйтеміз сағыр-сұғыр етіп салып аламыз. Ал міне бісміллә деп менікін қойын деп жатырмыз. Мына түсті қарасаңыздар. Мына машина цехке түсті. Құдай қаласа, қазір это гараждың оқырмандары уже сенің түрін көріп отыр мен. Мына полигімді қажап жібермес үшін өкшемнің астына мынандай нәрсе қойып отыр мен. Темір металлический міне. Өкшем тіреліп тұрады да, мен педаль басқан кезде мынау ғана құртылуы мүмкін, бірақ бұл құртылмайды ғой темір болғандықтан. И бұның арқасында мына полигімді құртылмайды да. Сол үшін осындай подпяткадай нәрсе салдыртып алыңыздар міндетті түрде. Қайда десеңіздер, мына Бағордада бірінші вход. Кіресіздер, бірден оң жақтарыңызда автобренд кезетіп тұрады. Міне. Осы жерге келесіңдер, кез келген нәрсені заказ беріп, салам алейкум. Мен мынаны таңдадым, сосын мынаны таңдадым.
мына осы жұмыстардың барлығын жасап берген автоэстетика детейлингіне алғысымды білдіремін шын жүректен. Менен келсеңіздер міндетті түрде сіздерге жеңілдіктер болады, скидка болады. Ерғазыдан келіп Айзатхан Үштан қазір гараж десеңіздер міндетті түрде жеңілдіктер болады. Келіңіздер осылай мен секілді көліктеріңізді көріп танымай қалатындай сезімдер болып бір қуанышқа бөленіңіздер. Ендеше келесі кездескенше келесі шығарылымдар бұдан да қызық болады деген ойдамын. Қош сау болыңыздар. Қазір гараж. Breezy Beats.